Мектебімізде Мөлдір Үсенқызы біздің мектебімізде 14 жыл қызмет атқарады. Жас ұстаз болып келген, университетті бітіре салысымен сол 14 жыл уақытта үлкен жетістікке жетті. Бірінші бұл ұстаз болып қалыптасу кезеңі өзі жаңа буын оқулықтарының шыққан уақытымен және де мына қазіргі уақыттағы жаңа бағдарлама бойынша жасалып жатқан оқу бағдарламасының, оқу әдістемесінің, оқулықтың мына өмірге енуімен біте қайнашып жатыр. Мөлдір Үсенқызы магистр ретінде жалпы ғылымға бет бұрған жастарымыздың бірі деп айтуға болады. Ол өзінің мына тек қана сабақ берумен ғана шектелмей, тек қана шебер мұғалім болумен ғана шектелмей, біздің республикамыздағы қазақ тілін оқытудың жаңа бағдарлама, жаңа білім беру бағдарламасы бойынша оқытудың басында тұр деп айтуға болады. Өйткені ол 9-шы классқа арналған Атамұра баспасынан шыққан қазақ тілі оқулығының авторы және соған сәйкес жазылған қазақ тілі әдістемелік құралының авторы. Жалпы бұл ұстазға тек қана өсу тән, тек қана іздену тән, ешқашанда менің қолым жетті, мен өте жоғарыда тұрмын деп менменсу жоқ. Жақында ғана осы басталып, осы 1-2 жыл көлемінде басталған мұғалімдерді жаңа аттестациялаудың қорытындысы бойынша бұл кісі педагог мастер, шебер мұғалім деген атаққа ие болды. 100%-ық үстемақыға өрлеу курсы бойынша ие болып, сертификат алып, қазір өзінің осы әдістемесін және жаңа буын оқулығын таныстыру мақсатында бүкіл региондарды аралап, лектор болып жүрген, тренер болып жүрген санаулы мұғалімдеріміздің бірі. Сондықтан болашағынан Мөлдір Үсенқызының өте үлкен үміт күтеміз. Бұлмен тоқталып қалуға болмайды. Менің ойымша докторантура бар, әлі де талай оқулықтар жазылады. Әдістеме ғылымы саласында Мөлдір бір үлкен жаңалықтар жасайды деп ойлаймын.